Ерекше қанық күлгін түсті, дәмі бір жұтымнан ғашық қылатын осы сусынды дайындап көріңіз. Баршаға сәлем! Бүгін сіздермен көкжидектен, яғни голубикадан жасалған тамаша компот рецептімен бөлісемін. Жаздың күні салқындатып ішсеңіз, нағыз пайдалы сусын. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз осындай голубикадан компот жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм голубика қажет. Осындай майда түрлері. Майда голубика өте тәтті болады, дәмді. Сезонда осындай сезондық жеміс, яғни жидек. Содан компот жасаймыз. Және де мята, яғни жалбыз жапырақтары қажет болады. Сосын бір лаймды турап осындай бөліп қойдым, дайындап. Бір лимон. Лимонды да осылай турап бөліп қойдым. Сосын бізге қант қажет болады. Қант, яғни бір стакан. Менде мына бір стаканда 250 грамм қант. Осыдан екеу, жалпы 500 грамм қант қосамын. Ең алдымен мына голубиканы мен мусорынан, қоқыстарынан, шөптерінен бәрінен жақсылап тазалап алдым. Және де жақсылап жуу керек. Оған бір шай қасық ас содасын қосып, жақсылап қазір жуып аламыз. Мен үстінен су құйып қойдым. Осылай шамамен 10-15 минут қалдырыңыздар. Артық зиян заттарынан арылатын боламыз. Сонда голубикамыз өте таза болады. Жақсылап шайып жіберіп, енді қолданамыз. Неке мен голубиканы жақсылап жуып, 2-3 рет шайып, суынан тазартып алдым. Енді оттың үстіне осындай үлкен кастрюлемізге суды толтырып құйып қоямыз. Мұнда менде шамамен 7-8 литр су. Енді осы суымыздың үстінен голубикамызды саламыз. Яғни көкжидек деп айтамыз қазақша. Көкжидек. Үстінен қант қосамыз. 2 стакан қант. 1 лимон бөліктері саламыз. Енді мына 1 лайм бөліктерін турап саламыз. Өте ерекше иіс, дәм береді, керемет болып шығады. Түрде осындай жалбыз, осындай балғын түрін қолданыңыздар. Осы мятамызды қосамыз. Бір жақсылап қозғап жібереміз. Енді қақпағын кішкене жауып қояйық, қайнағанша күтеміз. Мінекей біздің компотымыз қайнады. Түсін қараңыздар, өте керемет, мынандай күлгін түсті, фиолетовый, қанық түс. Дәмі де бәрі өте керемет. Осылай қайнаған кезінде орташа отта шамамен 10-15 минут тағы да қайнатамыз. Өте керемет, міне. Түсінің өзі қандай тамаша. Өте пайдалы. Өте дәмді. Осындай ыстық жылы күйінде балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Немесе компотты суытып, сосын мұз қосып, салқын түрінде жаздың күні ұсынуға да болады. Сіздерде осы пайдалы сусынды міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.